балаларымызды қорғауымызға барлығымызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі мен Төлепберген Әбдірашев атындағы нөмір 239 орта мектебінің арнайы педагогы Арнова Алу бүгінгі дидактикалық ойындар жинағын алып келдім. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға сөйлеуін дамытуға арналған жасанды интеллект арқылы сабақты қызықты өткізу әдіс-тәсілдері. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде заманауи технологиялар қолдану маңызды орын алады. Соның ішінде жасанды интеллект мүмкіндіктерді оқыту үдерісін жеңілдетіп қана қоймай, баланың жеке қабілетіне бейімделген оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін сөйлеу тілі қарым-қатынасқа түсудің негізгі құралы болып табылады. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың сөйлеу, даму, баяу жібеді, қарым-қатынасқа түсу кезінде тұйықтық байқалады. Дәстүрлі әдістер баланың қызығушылығын әрдайым оята бермейді. Жиып ойын түрінде оқыту арқылы сөйлеуге деген ынтаны арттырады. Инклюзивті білім беруде жаңа тәсілдер қажет. Мақсаты, яғни жасанды интеллектке негізделген дидактикалық ойындар қолдану арқылы ерекше білім беруді қажет ететін балалардың сөйлеу тілін жан-жақты дамыту және олардың коммуникативтік қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Яғни бүгінгі мен осы жасанды интеллектпен өзімнің сабағымда үйден оқитын оқушы, яғни жігер оқушымен осы жасанды интеллектті пайдалана отырып, күн тәртібі тақырыбында мен сабағымды өткіздім. Сол өзімнің жігерді сөйлеу дағдысын қалыптастыру мақсатында жұмыс жасадым. және түскі ас ішемін. Түстен кейін тағы да серуендеп достарыммен ойнаймын. Кешкі тамақтан ұйқыға дайындаламын. Мәлімет бекітуге негізделген оқыту түрі. Енді бұл төңкерген сыныпта оқыту 3 компоненттен тұрады: дейін, сабақ үстінде және кейін. Дейін берілген тапсырма бойынша оқушы үйден жаңа тапсырманы оқып, сілтеме арқылы алдын ала қарап есте сақтайды. Ал сабақ үстінде оқушы сыныпқа келген мұғалімнің басшылығымен қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын, зертханалық жұмыстарды, деңгейлік есептерді орындайды, талдайды. Ал кейін бағалап оқушыны түсінбеген жерін түсіндіріп, бағыт-бағдар беріледі. Мынау енді сабақ өту барысында қолданған әдіс тәсілдері. Бірінші стоп кадр әдісі. Бұл әдісті қолдана отырып, әр оқушы өз ойын жеткізіп, жалғасын болжайды. Екінші, көбейту кестесін қақпақтар әдісімен жаттату. Алдарыңызда көріп тұрғандай, шахмат тақтасына бұлтқа қақпақтарын жинап, оның бетіне ақ қағаздар мен сандарды, көбейту кестесін сандармен толықтырамыз. Мысалы, 3 санды көбейту кестесін сандарын алып, оны шахмат тақтасына орналастырамыз. Оқушы өз жолымен шахмат құрып ойнайды. Жалпы бұл әдістің мақсаты оқушыларға көбейту кестесін ойын арқылы меңгерту, көбейту амалын жылдам әрі дұрыс орындау дағдыларын қалыптастыру, логикалық ойлау және зейінін есте сақтау қабілеттерін дамыту, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, топпен және жекелеп немесе ыдыстар, ойыншықтар бейнеленеді. Заттардың пішіні, көлемі, түсі орналасу маңызды дейді. Байқағыштығы дамытады, эстетикалық талғам қалыптастырады, шығармашылық ойлауды арттырады. Мысалы, мен 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сабақ беріп, сол кезде оқушыларға алдын айтып қойып, осындай мысалы емесел әкемдер болмаса ағаштан, қағаздан істетуге айтып қойып алдыға. Сосын әкеледі, енді біреу жағына кім етеді. Жалпы мен әкем өткенмен ғайып үлгісі. Кемшіліктер, болмаса әртүрлі жаңа ойыншықтар ғой, енді аюдың үстіндегі несі. Міне бәрі көрдім. Бірақ шығармашылық болады. Кәдімгідей кірісіп, бүйтіп не алады да, істейді да оқушылар. Бүйтіп бірде қалып бүйтіп істейді. Соған мен қуанамын да мысалы. Сосын сөйлеп салғанда ол бейім мысалы. Мына жерде мысалы мен көріп жүр, бәрі ұқтым да. Мен оны бір 2-3 оқушы айтсам, бәрі салам деп шығады да, ой, давай салыңдар дейді. Мен салған оқушылармын. Мен 50 оқушы кеше дайындадым, Астанадан келеді деді. Яғни есіне диплом екенін. Бұл жерде түсіде байланысты. Оқушылар таяқ үшін бәрі бейім. Күлік салуға деген бейім.
сосын мен оларға айтамын бірінші салған кезде мынау мирас үстіне қараңдар сосын жаңағы несіне қараңдар жарық түс мына көйлекке түскеніне байқаңдар халыққа нағыз күшті болып тұр ғой. мынау рамазандікі бәрі жатыр ғой алмай тұр ғой. енді сіздер мұғалімі Сидикова Марина химия сабағында қызықты тәжірибелер және дидактикалық ойындар арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру. Мақсаты оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығын арттыру, олардың сыни тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыру және есте сақтау қабілеттерін сонымен қатар практикада қолдануды жүзеге асыру. Міндеттері оқушыларға химиялық ұғымдар мен терминдерді ойын түрінде жеткізу. Бұл топтық және жеке жұмыстарда, жұптық жұмыстарда қолдануға болады және химиялық есептерді ойын арқылы қызықты етіп түсіндіруге арналған. Менің әдіс тәсілдерім химиялық шарадалар. Бұл 7-ші сыныптағы химиялық элементтер тақырыбында мен пайдаландым химиялық шарадаларды. Мысалы, селен деген элементті таныстыру үшін су тасқыны, алғашқы буыны су тасқыны, екінші буыны малға салынатын ен дегенді таңба деп, сол қазақ тілімен байланыстыра отырып, осындай химиялық шарадар арқылы химиялық элементтерді түсіндіру тақырыбында осы әдіс тәсілдерді пайдаландым. Сонымен қатар көңілді бұрылыс. Көңілді бұрылыс әдісі бұл оқушылардың логикалық сұрақтар қойылады. Сол логикалық сұрақтарға олар сол мысалы келтірейін. Біз қышқылды қолды күйдіреді серпілерді өте қауіпті деп химияда негізінде солай түсіндіреміз да, бірақ біз лимонды жейміз. Сол лимонды не үшін жейміз? Ол не үшін біздің асқазанымызды күйдірмейді? Немесе сілтімен сабынды біз сілтіге жатқызамыз. Сол сілтіні қолымызды жуғанда олына қолымызды күйдірмейді деген сияқты оқушыларға логикалық сұрақ қоямыз. Сонда олар осы химиялық бұрылыста осы бұрылысты анықтайды. Яғни тұрмыстағы мен осы тәжірибемен қолданыстағы кітаптағы элементтердің байланысын зерттей отырып, оның мәнін ашады, дәлелдеп береді. Соған байланысты бағалаймыз. Для учителя актуализация структуры урока, повышение активности учеников, формирование опыта использования и... Құрметті әріптестер, менің аты-жөнім Махан Нұрмира. Менің тақырыбым дидактикалық ойындарды қолдану арқылы балалардың тіл байлығын дамыту. Кіріспе тақырыптың өзектілігі, мектепке дейінгі жастағы ойынның маңызы. Екінші, негізгі бөлім дидактикалық ойын ұғымы, дидактикалық ойындардың мақсаты мен міндеттері, дидактикалық ойындардың бала дамуына әсері, танымдық, тілдік, логикалық, әлеуметтік шығармашылық даму, ой жинағының мазмұны мен ерекшелігі. Үшінші, тәжірибе маңызды ойындардың оқу әрекетін қолдану, балалардың жетістіктері мен нәтижелері. Кіріспе мектеп жасына дейінгі жастар ойынның маңызы. Мектеп жасына дейінгі кезең баланың тұлғалық, танымдық және әдебиеттік дамуының ең маңызды кезеңі. Осы жаста ойын баланың негізгі іс-әрекеті болып табылады. Бала ойын арқылы қоршаған ортаны таниды, өзінің тәжірибесін байытады және өмірге қажетті дағдыларды игереді. Ойынның тәжірибе мәні ережеге бағыну үйренеді, тәртіппен жауапкершілікті қалыптастырады, ұлттық ойындар арқылы қалыптастыруға ұлттық құндылықтарды баулиды. Негізгі бөлім дидактикалық ойын баланың білімін қиялын және белсенділігін арттырады. Ол баланы еркін әрекетте өз ойын айтуға, шешім қабылдауға үйретеді. Осыған жинағында дидактикалық ойындар жүргізілгені баланың жас ерекшелігі сай іріктеледі. Саламатсыздар ма ұстаздар? Менің есімім Есенбекова Меруерт. Нөмір 59 орта мектеп, шағын орталық мектеп жанынан шағын орталық. Менің тақырыбым балаларды ұлттық ойындар арқылы
тәрбиелеу. Ана несі? Кіріспе ұлттық ойындардың маңызы, ұлттық ойындардың тәрбиелік және дамытылық мәні, білім беру үдерісінде ұлттық ойындарды қолдану, ұлттық ойын түрлеріне қысқаша сипаттама және қорытынды. Кіріспе бүгінгі таңда ұлттық құндылықтарды сақтау мен оны жас ұрпақтың бойына сіңіру маңызды міндеттердің бірі. Сол құндылықтардың бірі қазақтың ұлттық ойындары. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан қалған мәдени мұра, жас ұрпақты тәрбиелеудің тиімді құралы. Ұлттық ойындарды оқу әдісінде және ұйымдастырылған оқу қызметінде қалыптастыру, дене рухани дамуын қамтамасыз ету, салт-дәстүрге құрметпен қарайтын жан-жақты дамытуға тәрбиелеу. Ұлттық ойындар баланың дене дамуын, ойлау қабілетін, шапшаңдығын, тапқырлығын арттыратын ғана қоймай, адамгершілікке, ұйымшылдыққа, әділдікке тәрбиелейді. Ойын барысында балалар бір-бірімен қарым-қатынасқа жасап, өзара сыйластықты үйренеді. Білім беру үдерісінде әрбір педагог ұлттық ойындарды оқу тәрбие үдерісінде жүйелі түрде қолдануға қажет деп ойлаймын. Және осы жерде айта кететінім, өзімнің тәжірибемде ашық сабақта пайдаланған балаларға ұлттық ойындарды математика ұйымдастырылған оқу қызметінде алдым. Бірінші ою-өрнектермен оң және сол, жоғары, төмен деген ұғымды алдым. Мына жерде біздің қазақтың ұлттық ою-өрнегі осы жерге түсірілген. Мынаның бәрі алынады. Балалар жаңағы осыны құрастырып тауып, дұрыс орналастыру керек. Үлкен, жоғары деген түсіне қарай. Мына жерде берілген түстер бар: жасыл, қызыл, сары, көк деп. Осы жерге арада белгілердің өздерінің шартты белгілері бар. Оң, сол, жоғары, төмен деген сияқты. Осыны өзімнің Мысалы, ана оюды жасылды былай қараса, ананы жоғары қарайды. мына жерде жасыл түс берілген. Былай қарайды. Солға қарайды. Солға қарайды. Бала осылай жабыстырады. Қызыл жоғары. Сары төмен қарай. Оңға қарай. Көк түс. Осылайнан тағы да түстерді орнын алмастырып берген. Мына жерде үш немен берілген. Осылайнан өзімнің тәжірибемде қолдандым. Сабағында бұны математика да қолдандым. Ұйымдастырылған оқу қызметінде математикада ұлттық құндылықты балаларға дәріптеуде осыны пайдаланамын. Екіншісі, тәжірибеде мына жерде сандар берілген. 1, 4 және 3 деп осылай 2, 5 деп мынау бау арқылы бала асықты өткізеді. Мына жерде бір саны берілсе, енді бізде математика ғой енді. Қазақтың ұлттық асығымен осы жерде былайнан бір асығын. Мына жерде қызыл ма? Қызыл. Түске де байланысты. Қызыл асықты былайнан өткіземіз. Осылайнан бір асығын өткіземіз. Енді бұл бір ғой енді. 5 болса сары түс, сары 5 асықты өткізіп шығады бала. 5 ортаңғы топ болғаннан кейін бізде бірден 5-ке дейін сан. Құрметті әріптестер, бүгін керемет жұмыстардың куәсі болдық. Осындай жұмыстар алдағы уақытта жалғасын табады деп сенім білдіреміз. Қазіргі уақытта бізде осы алдағы аттестацияға құжат тапсырып, жалпы портфолиоларын қорғап жатсыздар ғой. Осы жерде бізде педагог модераторлар, педагог сарапшы, педагог зерттеушілер өз жұмыстарыңызды керемет қорғадыңыздар. Яғни дидактикалық материалдар қорғалды, әдістемелік жұмыстар қорғалды. Сонымен қатар авторлық жұмыстардың куәсі болдық. Яғни біздің мектепішілік аралықта бізде дидактикалық материалдар таратылатын болады, Құдай қаласа.
Ал сарапшылардікі әдістемелік жұмыстар мектепаралық таратылатын болады, таратылып та жатыр қазір уақытта, ол қолданыста бізде. Авторлық жұмыстарымыз біздің қыркүйек айынан бастап, осы модераторлық жұмыстарымызда қыркүйек айынан бастап таратылып қазіргі уақытта жұмыстар процесте жүріп жатыр. Мынау енді жаңадан қосылып жатқан жұмыстардың куәсі болып, өте керемет дидактикалық материалдарыңыз міндетті түрде өздеріңіз қолданысқа енгізіңіздер. Жұмыстарыңыз процестеріңізде әрбір сабақтарыңызда сол жұмыс, яғни жасаған жұмыстарымыз мынау портфолионың ішінде қалып қоймау керек. Дидактикалық материалменен күнделікті сабағымыз байланыста болу керек. Сол сабақтарыңыздан белгілі бір нәтижені көріп отырып, біз әр тоқсанда кері байланыс жасап отыруымыз керек. Дидактикалық материалдарыңызды әдістемелік жұмысқа айналдырыңыздар, Құда қаласа 1-2-3-4 жылда әдістемелік жұмыстарыңыз авторлықты ары қарай қорғап, шебер педагог жалпы сатысына дейін көтерулеріңізге сіздерге тілектеспін. Жақсы құнды жұмыстар айтылды. Мынау кейбір жерлерде бізде қосымша тағы да бір жалпы қатты кемшіліктер болған жоқ қой енді. Толықтырасыздар деп сенім білдіремін, жұмыстарыңызды күтемін. Бүгінгі жұмыс өте жақсы деген бағамен қорытындыланады. Рахмет барлықтарыңызға. Комиссияның мүшесі болып отырып, сіздердің біраз дидактикалық материалдарыңызға, керемет сабақтарыңызға куә болдық. Құда қаласа сын айтылмай мін түзелмейді дейді ғой, жаңағы адам сыннан ары қарай жөнделеді, мысалы ары қарай түзеуге тырысады. Алдағы уақытта барлықтарыңа да сәттілік тілейміз. Құда қаласа тесттен аман есен өтіп, ұстаз платформасында барлық документтеріңіз ойдағыдай болып, жақсы өтіп кетулеріңізге тілектеспін. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі мынау аттестациядан өтуге қорғап жатқан дидактикалық материалдарыңыз, авторлық жұмыстарыңыз барлығы өз дәрежесінде өтті. Ұсыныстарымызды айттық, сол ұсыныстар түзетіліп, әрі қарай жариялауға ұсынамыз. Мектеп ішінде таратуға, авторлықтарды аудан аралық таратуға ұсыныс жасаймыз. Хаттама толтырылады. Барлықтарыңызға сәттілік, аттестациядан аман есен өтіп, өздеріңіздің өтініш беріп отырған сабақтарыңызға өтулеріңізге тілектеспін. Құда қаласа барлығына сәттілік, әріптестер, жақсы бал жинап, жақсы тестіне өтіп кетіңдер. Құда қаласа өзімде жоқ студент деп қоямын. Әріптестер, бүгін керемет жұмыстардың куәсі болдық. Алдағы тесттеріңізге жалпы сәттілік тілеймін. Барлық жұмыстарыңыз жоғары деңгейде деп бағаланып жатыр. Керемет дидактикалық материалдар көрдік. Бұдан да биіктерден көріне берулеріңізге тілектеспін. Жалпы республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жұмыстарыңыз жариялана берсін.